педагогика, мұғалімдердің кәсіби біліктілігі, Стивен Крашенның гипотезасы бар, 5 гипотеза деп аталады. Үнсіздік кезеңі, silent period деп айтады. Мұғалімдерден бастап көрейік, пән мұғалімдерінен бір пәнді бір кітаппен оқыса, балалардың білімін көтеріп аламыз деп. Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта білім саласында еңбек етіп жүрген Ақсұлу ханым. Ақсұлу ханым, өзіңіз жайында толығырақ айтып кетіңізші? Мен есімім Ақсұлу Шынболатқызы Құлмағанбетова. Мен енді көп жағдайда мектеп саласында, мектепте жұмыс атқарып келдім. Енді 2004 жылдан бастап осы білім саласындамын, мектепте әсіресе. Соның ішінде мен соңғы 10 жыл Назарбаев зияткерлік мектептерінде білім беру бағдарламалары орталығында жұмыс жасадым. Қазақ тілі әдебиет пәндері бойынша оқу бағдарламаларын құрастыруға қатыстым. Одан кейін қазақ тілін өзге тілді аудиторияға оқытуға байланысты оқулықтар жазуға, әдістемелік құралдар дайындауға. Дәл қазір мен Астана Гарден мектебінде жұмыстамын. Сонымен қатар Назарбаев университетінде білім саласындағы менеджмент курсы бойынша сол жерде екінші курста магистратурада оқып жатырмын. Және диссертациялық тақырыбында осы педагогика, мұғалімдердің кәсіби біліктілігі осы тақырыпта. Тамаша Ақсұлу ханым. Ақсұлу ханым, енді осы тіл меңгерту саласында, тілді оқушыларға, балаларға меңгерту саласында өзіңіз елеулі еңбек етіп, еңбектер жазып жүрсіз. Енді осы жерде орыс тілді аудиторияға біздің ана тілімізді, қазақ тілін меңгерту және өзге тілді аудиторияға осы қазақ тілді меңгерту. Осылардың арасында қандай айырмашылықтар бар? Енді бұл жерде бірнеше теорияға сүйенуге болады. Оның ішінде қазіргі көзі тірі американдық ғалым Стивен Крашенның гипотезасы бар, 5 гипотеза деп аталады. Немесе Стивен Крашенның өзінің енгізген термині бар, жаңағы acquisition, learning acquisition дейді. Яғни тілді үйрену емес, тілді меңгеру, яғни тілдік ортаны арқылы тілді қабылдау. Сол ғалымдардың пікірінше негізінен бала өзінің ана тілін қалай меңгерсе, ана тілін меңгеру барысында қандай тілді үйрену кезеңдерінен өтсе, екінші, үшінші тілді де үйренген кезде дәл осындай кезеңдерден өтеді. Қысқаша айтып өтейін, мысалы бала, бәріміз кішкентай балаларды білеміз, сәби балаларды. Мысалы бала дүниеге келген сәтте 1 жыл, 2 жылға дейін сөйлемейді, дыбыстайды, дыбыстарды қайталайды, уілдейді, мама, папа, ата, әже деген сөздерді айтып үйренеді. Бұл бұның мүлдем сөйлемейді, тілді үйренбей жатыр дегенін білдірмейді. Бала табиғатынан дүниеге келген сәттен бастап тілді меңгере бастайды. Бірақ оның сөйлемеу аралығын үнсіздік кезеңі, silent period деп айтады. Яғни үнсіздік кезеңі, бұл оның үндемей қалды, сөйлемей қалды дегенін білдірмейді. Бұл тіл үйрену процесінде, бірақ оған біраз сөйлеуіне уақыт керек дегенді білдіреді. Кейін бала мысалы 1 жас жарым, 2-ге келгенде 2 сөйлем құрастырады, нан бер, су бер деген секілді. Содан кейін толық сөйлеммен сөйлейді. Сөйтіп бала, кез келген бала өзінің ана тілін 7 жасқа келгенше бала өзінің ана тілінің негізгі грамматикалық құрылымдарының барлығын меңгеріп болады. Яғни ол грамматикалық жағынан бала дұрыс сөйлейді. Сөздік қоры шектеулі болуы мүмкін, бірақ оның ана тілінде тыңдалымы, айтылымы қалыптасқан. Мектепке келгеннен кейін оны біз оқу, жазуға үйретіп әрі қарай дамытамыз. Ал енді өзге тілге келсек, өзге тілді аудиторияға келсек, біздер көбіне қайтеміз. Ол баланы бірден классқа алып келеміз де, ал бүгінгі тақырып мынандай, біздің грамматикалық тақырыбымыз мынандай дейміз де, яғни баланың табиғи жолмен тілді үйренуін табиғи емес ортаға, яғни жаңа жасанды ортаға келіп отырғызып үйретеміз. Сол кезде ол балада бірнеше кедергі пайда болады. Жаңағыдай, біріншіден ол тілді сөйлемеген үшін онда қорқыныш пайда болады. Одан кейін жаңағы оған бірнеше уақыт керек, оны біз көбіне ескере бермейміз, бала сөйлемейді, оған ұрсып бастаймыз, сөйтіп оның біртіндеп мотивациясын азайтамыз. Енді Стивен Крашенның осы жерде 5 гипотезасы жайлы мен біраздан бері айтып жүрмін. ютубтан да тауып алуға болады. Енді ол кісінің ең басты жаңағы талаптарының бірі, ол былай деп айтады, эмоционалдық фильтр деген нәрсені айтады. Балада үрей, сенім, мотивация үлкен роль ойнайды. Бізде көбіне өзге тілді аудиторияға, әсіресе орыс тілді аудиторияға сабақ берген кезде, өз жерде көбіне қазақ балалар отырады ғой енді. Бірден бейтіп ұрсып береміз. Сен қазақ емессің ба? Неғып сен қазақша сөйлемейсің? Сен әкең қазақ па, сен шешең қазақ па деп. Сөйтіп балада қорқыныш туғызамыз. Дұрыс айтасыз. Одан кейін ол үрей пайда болады да, одан. Мен ана апайдың сабағына қатысқым келмейді, ол маған ұрсады.
Сондай бір үлкен қорқыныштар пайда бола бастайды да. Кейін сол нәрселер оның эмоциясының мотивациясының төмендеуіне әкеліп соғады. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Екінші тілді меңгерген кезде, яғни екінші тіл деп тұрғанымыз бұл термин. Кейін тоқталып өтем. Өзге тілді меңгерген кезде үлкен адамдарда, балаларда болсын, үлкен адамдарда үнсіздік кезеңі, жаңағы мен айтып тұрмын, сөйлемеу кезеңі 2 аптадан 2 айға дейін созылады. Ол адамның өзінің мінезіне де байланысты. Мысалы, тұйық адамдар сөйлеуі баяу жүреді. Пысық, тәуекелшіл, ашық адамдар тілді тез меңгереді. Яғни оның мінезі де тікелей әсер етеді. Содан кейін ол жаңа үнсіздік кезеңінен өткеннен кейін ода біртіндеп сөйлеу кезеңі басталады. Бірақ ол әрине кішкентай бала секілді қатемен сөйлейді. Қатемен сөйлеген кезде біздер мысалы үйде кішкентай балаларымыз, бауырларымыз қате сөйлесе біз қуанамыз, мә бұл найзағай деп айтқан жоқ, кәжәкай деп айтты деп, мысалы біреудің есімін былайша айтты деп біз қуанамыз да, сүйінші сұраймыз, оны айтқыза береміз, ол бала айта береді. Ал енді сыныптағы жағдайға келейік. Ол бала қате сөйлесе, бірден олай емес, дұрыс емес, сен неге өйтіп айттың, сөйтеміз де бірден баланың мотивациясын түсіріп жібереміз. Сөйтіп ол ода внутренний редактор дейді. Бұл да жаңағы Крашның теориясы. Внутренний редактор деген біздің ішкі жаңағы эмоциямызды немесе бір заттарға, сыртқы ортаға немізді, қарым-қатынасымызды реттеп отырады. Оны енді Балыхина өз еңбегінде внутренний редактор деп береді. Ол былай, мен қате сөйлегенше, мен қате сөйлемегенім артық. Жұрттар маған күледі, мен өйтіп мазақ болғым келмейді. Осы нәрсе кейін жалпы мұғалім мен оқушы арасындағы нәрсе кейін ол қоғамға да әсер етеді. Оны мысалы кімнің, қазір автордың атын ұмытып қалып тұрмын, педагогика угнетенных деген кітап бар. Ол орысшаға аударылды 2018 жылдары, сатылымда бар кітап. Сол жерде айтады, жалпы қоғамдағы көп құбылыстар, адамдардың арасындағы қарым-қатынас, теңсіздік мәселесі осы сыныптағы оқушымен баланың арасында қарым-қатынастан қалыптасады екенді. Бұл кісінің философиялық еңбегі негізі 60-70 жылдары жазылды. Бірақ кең жаңа сатылымда болған үлкен қоғамдық Европа мемлекеттерінде, жалпы әлемде үлкен әңгіме туғызған кітаптардың бірі. Меніңше кез келген адамға оқып көруге болады. Бұл жалпы ой қозғау, қоғамды қалай өзгертуге болады, ол нәрсе қайдан басталады деген сұраққа жауап береді. Енді ауытқып кетпейін, сол қатені түзетудің де өзінің нәрсесі бар. Кетіп бізде қоғамда да біреу жаңадан тіл үйреніп келе жатса, теледидар, жаңалықтар, әлеуметтік желілер аламыз да ол кісіге күлеміз, ол кісіні мазақ қыламыз, ол кісіні жаңағы жамандап бүйтіп айтты, сөйтіп айтты, оған күліп, сөйткен қоғам болып ол кісіге күлгеннен кейін ол кісінің қазақ тілін меңгеруге деген ешқандай ниеті, құлшынысы болмайды. Біз керісінше ондай адамдарға қолдау көрсетпейміз. Егер ол біздің тілімізді басқа ұлт өкілдері сөйлеп жатса, қуанамыз да, ал өзіміздің қандастарымыз, бауырларымыз сөйлеп үйреніп жатса, жоқ, оған міндетті түрде ұрсамыз, болмаса мазақ қыламыз. Сондай бір шыны керек, сондай бір жаман қылық бар біздерде. Ол мектепте де, сыныпта да бар, ол қоғамда да бар. Меніңше бір кедергілердің бірі сол. Енді сондықтан осы жердегі ойды түйіндеп өтейін. Біз қандай жаста болмасақ та өзіміздің ана тіліміздегі тәжірибеге сүйенеміз. Ол тек қана тілді меңгеру барысында емес, грамматикалық құрылымдары, қате жіберудің себебі не? Қате жіберудің себебі адам сауатсыз болғаннан емес. Адам баласы өзі тілді үйренеді ғой. Менің алғашқы тілім орыс тілі болса, мен екінші тілді үйренген кезде орыс тілінің грамматикалық құрылымдарына сүйенем. Себебі менде басқа альтернатива жоқ. Мен сол жақтан алам. Ана тілім менің ағылшын тілі болса, мен сол жақтың грамматикалық құрылымдарына сүйенем. Бұны интерференция деп айтады. Language interference, яғни ана тілді үйрене бастаған кезде өзінің ана тіліне сүйену, өзінің ана тілінің тәжірибесіне сүйену. Қатенің көп жағдайда себептері осы да. Ойда тұжырымдай келе, жалпы адам баласы 30 жасқа дейін тілді тез меңгереді, ал 30-дан кейін тілді меңгеру жайлай бастайды. Бірақ мынау естуімше Сингапурда мынандай тәжірибе бар. Адамдар пенсияға шыққаннан кейін, зейнеткер жасына шыққаннан кейін міндетті түрде тіл меңгереді екен. Бұл оны Альцгеймер ауруынан, алжасудан сақтайды екен. Себебі біз білеміз, тілді меңгеру жалпы адамның жадысын, миын жаңартады, жаңа нейрондық нелерді құрады, байланыстарды түсіреді.
Енді жалпы бұл тақырып туралы көбірек айта беруге болады. Негізінен қысқаша осы. Яғни бұл, егер бұл туралы көбірек білгіміз келеді десеңіздер, кімнің Стивен Крашенның 5 гипотезы, гипотеза Стивена Крашена деп интернеттен іздесеңіздер көп шығады. ютубтың өзінде ол кісімен біраз интервью бар. Ол кісі өзінің осы кезге дейінгі жасына қарамастан біраз жасқа келіп қалды, 7 тіл меңгерген, оның 7-ші тілі Қытай тілі. Сонда қараңыз, ол өзінің теориясын дәлелдей отырып тілді меңгеріп отырды. Енді қысқаша осы тақырып туралы зерттейді. Енді Ақсұлу ханым, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, жалпы орыс тілді мектептерде қазақ тілін оқыту неге қиын? Біз қазақ елінде тұрып, өзіміздің ана тілімізді неге дұрыс оқыта алмай жатырмыз балаларға? Осы мәселені біз қалай шешеміз? Енді бұл жерде мәселеге кешенді қарау керек, комплексті қарау керек. Біріншіден, жалпы неден бастаймыз? Мұғалімдерден бастап көрейік, пән мұғалімдерінен. Біріншіден, бізде мынандай нәрсе бар. Көбіне қазақ тілі мамандары оқыту көбіне қазақ аудиториясына бағытталады. Яғни мен өзім қазақ тілі әдебиет факультетін бітірдім, сен де бітірдің. Бізге ешқашан осы қазақ тілін өзге тілді аудиторияда қалай оқыту керек деген курсты берген жоқ. Ондай болған жоқ, ондай нәрселер болған жоқ. Сондықтан кейбір университеттер өзге тілді аудиторияда қазақ тілін оқыту бойынша мамандықтарды дайындайды. Олар өте аз, және ол мамандарға жұмыс табу да қиын. Себебі кейбір дипломға қарап жұмысқа орналастырады ғой, оның дипломы мысалы қазақ мектебіне сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан ең тиімдісі сол қазақ тілі әдебиет мамандығында оқып жатқан жеткіншектерге, студенттерге ана тілі ретінде және өзге тіл ретінде оқытудың методикасын сол университет қабырғасында беру. Сол жерде түсіндіру, теорияларын, басым бағыттарын, психологиясын, жалпы болып жатқан тенденцияларды сол жерде көрсету. Практикаға барғанда тек қана қазақ аудиториясына емес, орыс аудиториясына да жіберу. Бала екі түрлі картинаны көру керек. Себебі қазір Астананың өзін қарасақ та аралас мектептер өте көп. Мұғалім тек қана қазақ аудиториясына емес, қатар жүріп орыс аудиториясына да сабақ бере береді. Осы мәселе бұл мұғалім тұрғысынан. Екінші, бағдарлама оқулық тұрғысынан қарайтын болсақ, мен енді бағдарламаға қатысқаннан кейін білем, көбісі бағдарламаны кінәлайды. Мәселе мына жерде мынада болып тұр. Қазақ тіліне ортақ барлығына біркелкі стандарт құрып тастау қиын. Себебі Шымкент, Ақтау секілді қалаларда қазақ тілінің жағдайы басқа. Ол жерде мен сабақтарына мұғалімдерін қатысып көрдім. Орыс аудиториясына қатыссаң да қазақ аудиториясына кіріп отырған сияқты боласың. Өзің солай сезінесің. Ол жерде ешқандай мәселе көрмейсің. Ал керісінше Қостанай, Орал, Ресейге жақын қалаларда жағдай мүлдем басқа. Ол жақта тіпті қазақ аудиториясында отырған балалардың өздері орысша сөйлейді. Білесің, Нұр-Сұлтан қаласында да қазақ мектептерінің жағдайы осындай. Яғни бұл тілдік жағдайға байланысты барлығын әкеліп бір бағдарламаға отырғызу өте қиын. Сондықтан мен ойлаймын, стандарт ортақ болу керек. Яғни ол барлық мемлекетте бар, стандарт ортақ, бірақ мектептер, мысалы Финляндияны алайық, Эстония, көптеген мемлекеттерді біздер үлгі ретінде айтамыз ғой, білім саласы мықты дамыған, тағы да басқа деп. Бірақ ол мектептерде, ол елдерде мектептерге академиялық еркіндік берілген. Яғни өзінің өңірлік ерекшелігіне сай каникулға ерте шығара алады, пәндердің сағатын реттей алады. Сол секілді мен ойлаймын, біздің мектептерге өңірдің ерекшелігін ескере отырып, жаңағы бағдарламаны бейімдеуге А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 деңгейіне жаңағы бейімдеу. Енді тыңдармандар ойланып отырған шығар, ол не деп? CFR бойынша жаңағы тілді меңгеру шкаласы бойынша европалық А1, А2 деңгей ол бастапқы деңгей, Б1, Б2 орта деңгей, С1, С2 ол жоғары деңгей. Сондықтан мұғалімге сынып деңгейінде, 9 класс, 10 класс деңгейінде жаңағы 3 деңгейге отырғызып сабақ беру тиімді деп ойлаймын. Мысалы, өзіміз Астана Гард мектебінен көріп отырып қоя тиімді екен. Бала өзін бірден жаңа А1, А2-ге отырғызған кезде, орта 3 топқа бөлген кезде балалар өзін бірден комфортны дейді, бірден өзін ыңғайлы жақсы сезінді. Өзінің дәл ортасында отырғандай сезінді. Маған арналып бағдарлама бар екен ғой деген секілді. Бұдан басқа кейбір ғалымдар мынандай ұсыныс айтады. Мен өзі жаңағы министрліктің немесе білім беру академиясының, жаңағы біздің ұлттық білім беру академиясының әртүрлі жиналыстарына, кездесулеріне қатысам. Сол кезде біздің үлкен ғалымдар былай деп айтады. Бастаушы А1, А2 деңгейі болсын, орта деңгей Б1, Б2 деңгейі болсын, С1 бүйтіп тігінен
тігінен А1 А2 деңгейіне бөлу тиімсіз деп ойлаймын. Себебі практика көрсетіп отырғандай кейде мен өзімде де болды. 7-8 сыныпқа Ресейден ауысып келген бала болды, иә. Мен қайтып мен оны төменгі классқа жібере алмаймын ғой. Мен оған сол 7 сыныпта отырған деңгейінде А1-ның жаңағы базасын беруім керек. Немесе ата-аналармен шетелге барып оқып келген, тұрып келген балалар, иә, 2 жыл сол жақта жүріп қалды, мына жаққа келді, ол балалармен бірден Б1, Б2 деңгейіне отырғыза салмаймын, иә. Программа осылай, сен осылай ғана оқисың, мен басқа ешнәрсе істей алмаймын деген жаңағы мұғалімде қиыншылық туындамау керек. Оған меніңше жаңа құжат жүзінде деңгейлеп. Одан кейінгі мәселе, бізде өкінішке орай оқушылардың тілдік деңгейін анықтайтын құралдар жоқ. Құралдар болғанда дайын тестілер емес, соларды дайындауға арналған қандай да бір әдістемелік нұсқаулар, үлгілер, иә, мұғалім өзі дайындап, оқушысын деңгейін анықтап, сол бойынша топқа бөліп, сол бойынша материал ұсынып, ары қарай дамытып әкететіндей, иә. Бұл проблеманың тағы бір жағы. Енді ең үлкен мәселелердің бірі, бұлардың барлығы да үлкен мәселе. Бұл ресурстардың жеткіліксіздігі. Өкінішке орай, бізде ойлайды, мысалы, геометрия, физика сияқты бір пәнмен оқыса, бір пәнді бір кітаппен оқыса, балалардың білімін көтеріп аламыз деп. Бірақ барлық пәндегі талап бірдей емес, қиындық бірдей емес. Сондықтан өзге тілді аудиторияға келген кезде бұл бір кітаппен барлығын оқытамыз деген нәрсе өзге тілді аудиторияға жүрмейді. Жаңағыдай тілдік деңгейі әртүрлі материал керек, қабылдау деңгейлері әртүрлі. Сондықтан біздің мұғалімдерге көп жағдайда ресурстар өте жетпейді. Ол мәтіндер, аударып, оларды бейімдеуге тура келеді. Ол видео, аудиолар, ютубтан қарап өз басымыз, ютубтан қараймыз, оның жылдамдығы сәйкес келмейді, сөздік құрылымы сәйкес келмей жатады, сөйтіп ресурстардан қиналады. Одан кейінгі мәселе сөздіктер. Мысалы, бізде тілашарлар бар, бірақ тілашарлар орысша екі тілді, қос тілді. Негізінде, мысалы, ағылшын тіліндегі тәжірибені алатын болсақ, көбісі бұл сөзді жаратпайды, бірақ ағылшын тілі, неміс тілі, олар өздерінің тілін үйретіп, жаңа жетістікке жетіп отыр ғой. Оларда моно сөздіктер көбірек екінші тілдік аудитория үшін, яғни А1 деңгейі үшін жаңағы, мысалы, ана сөзін, немесе тағы бар кез келген сөзді А1 деңгейінде түсінетін сөздік Б1, Б2 деңгейінде ары қарай кете береді. Суретті сөздіктер, біздер өзімізге суретін тауып, сөзін тауып отыруға тура келеді. Сөйтіп үлкен мәселе туғызады. Одан кейін әдебиетті оқыту мәселесі. Көп талқылаулардың бірі, әсіресе үлкен ғалымдардың арасында. Мен ойлаймын, ол кісілер ренжімесіне, бірақ орыс сыныбына барып сабақ бермеген секілді. Орыс сыныбына барып сабақ берсе, отырса, ол ондай мәселені қозғамаушы еді. Орыс сыныбына барып әдебиетті беру өте қиын. Орыс сыныбы түгіл, оны қазақ сыныбына сабақ беру қиындап кетті. Ол кәдімгі мүмкін зерттеу жүргізу керек шығар, бірақ ол практиктер оған ол нәрсені дәлелдеп айта алады. Бұл жерде бізде адаптированный бейімделген кітап жоқ. Бұны тек қана мектептің аясына қарастырып керек емес. Кез келген, мысалы, қазақ тілін үйренгісі келіп жүрген Абайдың, мысалы, Абай жолын оқығысы келеді, қан мен терді оқығысы келеді, көшпенділерді оқығысы келеді. Бірақ ол оны аутентті тілде оқи алмайды. Ал енді оған адаптированный, яғни бейімделген нұсқа жоқ. Бізде осы үлкен мәселе, оған өре түре қарсы болатындар бар. Мұхтар Әуезов тіріліп келсе, не айтамыз дейтіндер бар. Мен ойлаймын, Мұхтар Әуезов қуанады деп, қоғамда мынандай жағдай болып жатқаннан кейін, оны не істеу. Сондықтан бұл бейімделген, бұлардың барлығы үлкен қаражатты бір орталықтан ұйымдастыруды талап етеді деп ойлаймын. Бұл енді алып қарағанда үлкен кешенді мәселе. Содан кейін қазақ тілінің көп мәселесі тек қана мектеппен байланыстырады. Мектеп аясында қарайды. Мектептің программасы мектептен үйреніп шығу керек болды. Ал мектепке дейінгі ұйымдар не істейді? Балабақша қайтып үйретеді. Оларға қандай ресурстар керек? Оларға қандай мамандар барып үйретіп жатыр? Ол мәселе мүлдем ашылмайды. Одан кейін қосымша оқыту жаңағы орталықтары немен оқытып жатыр? Олар тек қана грамматиканы беріп жатыр ма? Оларға да ешқандай көмекші құралдары жоқ. Тіпті кез келген университетпен мектептің арасында байланыс жоқ деген секілді, яғни әркім өзінің білгенінше өз деңгейінде ғана шешіп жатыр да, ал бір орталықтан кешенді, комплексті, жүйелі бұл мәселе қаралып жатқан жоқ. Бұл мәселе. Ақсұлу ханым, ойыңызбен келсем, дұрыс айтасыз. Енді осы жерде тілді меңгертуде, әсіресе біз басқа тілді айтпаймыз, әрине қазақ тілін айтамыз. Осы қазақ тілін біз енді мойындауымыз керек. Біздің қоғамда
көбінесе балалардың отбасындағы тілі орыс тілінде шығып жатыр, бірақ олардың ана тілі негізі қазақ тілі. Осы тілді оқытуда, жүйелеуде біз не істеуіміз керек? Осы тілді оқытуда қандай кітаптар бар, қандай еңбектерді біздер оқуымыз керек, не бойынша сабақ береміз жүйелеуде? Жүйелеуде дегенде алдымен мен ойлаймын, жалпы Европа мемлекеттерін алып қарасақ, мен дәл қазір институт орталықтарын есіме түсіре алмай тұрмын, бірақ бізде осы қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда. Жалпы осы жерде терминді түсіндіріп кетейін. Былай деп айтатындар бар өзі, қазақ тілін неге екінші тіл деп түсіріп тастаған? Бұл деген екінші тіл емес, ол біздің мемлекеттік тіліміз деп анандай неге сөзге жабысып алғандар бар да. Мәселе кімнің? Өзіміздің ғалымдардың, Қарлығаш Қадашева, Несібель Жәкенқызы, Құрман, Ерназарова, Зәуреш Шаршыбековна секілді ғалымдардың еңбектерін қарайтын болсақ, ол жерде екінші тіл деп қолданады, және Қарлығаш Қадашқызы екінші тіл дегенге анықтама береді өзі. Бар екінші тіл. Жалпы әлемдік классификация бойынша бірінші тіл, екінші тіл және шет тілі деген ұғым бар. Бірінші тіл деп ол көбіне ана тіл деп түсініледі. Бірақ біз бір нәрсені білуіміз керек. Барлығының бірінші тілі ана тілі болмауы мүмкін. Мысалы, мен негізі ұлтым Қытай, бірақ мен Америкада туғандықтан менің ана тілім ағылшын тілі болып шықты. Сондықтан ол менің бірінші тілім. Менің сөйлеп шыққан бірінші тілім ол ана тілім болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Бірақ соған қарамастан оны бірінші тіл деп айтады. Бірінші тіл десе, әлем халықтарының барлығы, лингвисттер оны бірден түсінеді. Яғни бұл ана тілі туралы айтып отыр. Екінші тіл ол шет тілі немесе екінші тіл деп қатар алына береді. Көбіне екінші тіл деп тілдік ортасы бар тілдерді айтады. Мысалы, Қазақстанда тілдік ортасы бар тіл орыс тілі және қазақ тілі, яғни өзге тілді аудитория үшін қазақ тілі немесе орыс тілі тілдік ортасы бар тіл. Мысалы, өзбектер, қырғыздар, бізде өмір сүріп жатқан басқа ұлт өкілдері үшін екінші тіл бұл орыс тілі мен қазақ тілі. Ал шет тілі деп көбіне тілдік ортасы жоқ, бірақ басқа, мысалы айталық, ағылшын тілді біздің тілдік ортасы жоқ, Қытайдың бізде, немесе итальян, басқа тілдерді алайық, бірақ біз оны жаңағы мұғалім арқылы үйренеміз, кейін сол жаққа барып үйренеміз. Көбіне сөйтіп бірінші тіл, екінші тіл, шет тіл деп классификация жасайды. Сондықтан екінші тіл деп айтқан кезде біз өзге тілді аудитория деген сөзді қайталам айтпас үшін көбіне екінші тіл ретінде. Ол жалпы ғалымдарға түсінікті термин. Енді бізде осы екінші тіл мәселесімен айналысатын, белгілі бір осының жауапкершілікке алатын өз басым ұйымды білмейді екенмін да. Көп жағдайда бізде кім айналысады? Облыс орталықтарында, қалаларында тіл басқармалары айналысады. Бірақ олар көбіне көшеге атау беру, тағы басқа ересектерді, мемлекеттік қызметкерлерді тілін оқыту, солаймен ғана айналысады. Олар тілді комплексті осы зерттеу, осыған байланысты құралдар шығару, жалпы жан-жақты қарау мәселесімен көп айналыспайды. Одан кейін Ибрай Алтынсарин атындағы ұлттық академия айналысады, бірақ ол жерде олар мектеп программасының көлемінде ғана қарастырады. Мектеп программасында қалай оқытылу керек, не істеу керек, мұғалім не істеу керек деген мен ғана, ол жалпы ересектерді қалай оқыту керек, немесе кез келген Қазақстанға келетін шетелдіктерді қалай оқыту керек деген мәселемен айналыспайды. Яғни әрқайсысы бір шетін ұстайды, но бірақ барлығын бір ортақ біріктіріп, жаңа тіл білімі институты сияқты бір институт немесе орталық жоқ екен бізде. Осымен айналысып зерттейтін, осы жерге көптеген жаңағы педагогикалық әдіс тәсілдерді алып келетін жаңа орталықтар жоқ екен. Енді осы жерде бір ауыз қозғап кетейін. Негізі қазіргі таңда көп мемлекеттерде жиі қолданылатын тиімді әдіс тәсіл бұл коммуникативтік әдіс тәсіл. Коммуникативтік, сосын тапсырмаға негізде оқыту TBL, соңғы кезде шығып жүрген storytelling. Олардың барлығы неге бағытталған? Қалайда сөйлетуге, коммуникацияға бағытталған. Ең бірінші нәрсе баланы сөйлеуге үйрету. Осы нәрселерге бағытталған. Енді негізгі сұрағыңа жауап бергім келіп тұр. Кімдерді оқуға болады? Егер пән мұғалімі болатын болсақ, әрине жаңа өзіміздің ғалымдарды атап өттім. Қарлығаш Қадашева, Ерназарова, Зәуреш Шаршыбековна, Құрман Несібель Жәкенқызы.
енді Оразбаева Фаузия Шамсиевнаның еңбектері бар, содан кейін осы салада Күзекова Зейнехан апай, жалпы осы салада зерттелген еңбектер бар. Ол кісілердің шығарылған кітаптары, деңгейлік кітаптар. Бірақ өкінішке орай ол деңгейлік кітаптар көбіне үлкен адамдарға, студенттерге, енді ол кісілер өзінің жақын маңындағы мәселелерді шешуге тырысады ғой. Студенттерге, ересектерге, сосын анау мемлекеттік қызметкерлерге арналған көп деңгейлік кітаптар. Оларды қолданып көруге болады, бірақ мектептің кейде балаға келмейтін тұстары өте көп. Ал енді мектеп программасына жазылған кітапты алатын болсақ, айтып тұрмын ғой, класста әртүрлі бала отырғаннан кейін, ол кітаппен барлық баланың қажеттілігін өтеу мүмкін емес. Қосымша көп іздену керек болады. Сондықтан мұғалімге мен ойлаймын, әр кезеңде әртүрлі деңгейдің А1, А2-ның ең болмаса бастауыш буынға, орта буынға, жоғарғы буынға деген деңгейлік кітаптар керек деп ойлаймын. Мұғалім көмек құралы ретінде қолдана алатындай. Енді ата-ана ретінде келетін болсақ, бұл жерде ең үлкен маңызды рөл атқаратын фактор ата-ана. Қалай айтсақ та, үйдегі ата-ананың айтатын әңгімесі балаға көп әсер етеді. Мысалы, біздің алдымызға көбіне екі түрлі оқушы келеді. Бірі былай деп ойлайды, мен енді бірнеше мектепте болдым. Тек қана Гарденді айтып отырған жоқ, бірнеше мектепте болдым. Назарбаев зияткерлік мектептері, осы Астана қаласындағы бірнеше жаңағы орыс тілді, жаңағы өзге тілді аудиторияға сабақ беретін қазақ тілін сабақтарына қатыстым. Біздің алдымызда екі түрлі бала отырады. Бірі айтады, мен Қазақстанда тұрмаймын, маған керек емес, мен Ресейге кетемін. Тіпті мен сабағымда да кейбір айтатын оқушылар болды. А я уеду в Россию деп, мен Россияға кетем деген секілді, немесе Европаға кетем деген секілді. Бұл баланың қарым-қатынасына көбіне ата-ана әсер етеді. Енді екінші балалардың бір түрі бар, ата-ана өзге ұлт өкілдері, соның ішінде ата-аналары сен қазақ тілін білуің керек, оқуың керек деп үйде айтылғаннан кейін, ол балаңды тілге үйренуге деген қарым-қатынасы жақсы. Сондықтан бұл нәрсе ата-анаға тікелей байланысты. Одан кейін ата-ана ретінде әрине бұл туралы әңгіме жүргізу. Мүмкін Қазақстанда қалар қалмас енді олардың өздерінің ішкі отбасылық мәселесі, бірақ дегенмен тілді меңгерген кезде оның артықшылықтары көп екенін ата-ана айтып отыру керек деп ойлаймын. Осы жерде туып өскеннен кейін тілдің артықшылықтары денсаулыққа болсын, былай да интеллектуалдық тұрғыдан, жаңағы рухани тұрғыдан. Одан кейінгі мәселе ата-ана не нәрсені айтып отыру керек, тілге деген қарым-қатынасты жаңағы дұрыстап отыру керек деп ойладым. Содан кейін егер ата-ана болады, кейбір ата-аналар келеді, мен балаға қалай көмектесетінді білмеймін, мен баламен орысша сөйлеймін, қазақша сөйлесіп көремін, бірақ мен бала қабылдамайды деп айтатындар болады. Бала оны қабылдамайды, ол дұрыс нәрсе. Себебі психологиялық тұрғыдан ана мен баланың арасында тіл қарым-қатынас қай тілде қалыптасса, сол тілде ары қарай жалғаса бергені дұрыс. Мысалы, ол мен екеуінің арасында қарым-қатынас орысша қалыптасса, себебі егер бала мамасы орысша сөйлеп жүріп, бала күніне бірден қазақшаға ауысып кетсе, балада бір психологиялық қиындықтар туындайды екен. Себебі олардың арасындағы энергетикалық байланыс сол тілде жүріп жатыр. Енді ата-ана қалай көмектесе алады? Бәлкім олардың арасында, туыстарының арасында қазақша сөйлейтін адамдар бар, таза қазақша сөйлейтіндері бар. Солармен қалай да байланыс орнату, немесе тілдік лагерлерге жіберу, сондай орталарға апару. Яғни бәрібір де сыныпта кітаппен оқыттық десек те, орта, коммуникация, тыңдау, сөйлесу үлкен рөл атқарады. Осыны ұмытпауымыз керек, тыңдау, сөйлесу. Неге бала солай қабылдайды? Тағы да Стивен Крашенға ораламыз. Ол былай деп айтады: бала тілді сөйлейтін адамды ақпарат ресурсы ретінде қабылдайды екен. Мысалы, біздер бір орыс ұлтының азаматын көрсек, бірден орысша сөйлеп кетеміз, ағылшынды көрсек, бір-екі ауыз сөз болса да ағылшынша айтқымыз келіп тұрады. Ол неге десең, бізде жаңағы рефлекс түрде, бейсаналы түрде ол адам қазақ тілін білмейді, мен оның тілінде сөйлесу керек деген бір не тұрады. Сол секілді балада да солай. Бала мысалы, менің өзім жеке жағдайымда айтайын, мен кішкентай қызым қалада өскеннен кейін, ютубты көп көргеннен кейін тілі орысша шықты да. Біз оған қанша қазақша сөйлесек те, мен оған әнді де қазақша айтамын, сөйлеймін, үйде қазақша сөйлесеміз, бірақ ол жаңағы біледі біздің орысша сөйлегенде түсінетінімізді. Сондықтан ол өзі орысша сөйлей береді де, біз қазақша сөйлесе береміз. Кейін ауылдан сіңлімнің қызын алдырдым. Ол қыз орысша мүлдем түсінбейді. Бірақ қазір сөйлеп үйренді, соған қарамастан қызым оған былай деп қарайды: Аружан орысша білмейді ғой, оған қазақша сөйлеу керек. Яғни ол сөйтіп жаңағыдай
өзіне сөйтіп миына тоқып алғанда сөйтіп әрекет жасайды. Балалар да солай. Мысалы менің әжем орысша білмейді ғой, мен тіпті жаңағы осындай оқулардан өткеннен кейін Назарбаев зияткерлік мектептерінде алғаш жұмыс жасап жүрген кезімде балаларға мынандай не бердім да, мен орысша білмеймін, түсінбеймін деп. Ылғи қазақша сөйлейтінмін ғой. Яғни бала тілді ресурс ретінде қабылдайды. Бір мезгілде бірнеше тілді қатар үйрене алады. Балада шектеу жоқ. Тек ол баламен сөйлейтін адам сол өзінің ана тілінде сөйлесу керек. Сол кезде ғана бала тілді меңгеріп бастайды. Жалпы осы жөнінде Хомскийдің да біраз нәрсе еңбектері бар. Ол айтады, балада жалпы адам баласында биологиялық ағза ретінде, адам не ретінде белгілі бір механизмдері бар дейді тіл меңгерудің. Бірақ оның қыр-сырлары әлі ашылған жоқ. Бірақ дегенмен бала ұлтына, нәсіліне қарамастан, тұрған жеріне қарамастан, кез келген ортаға барған кезде сол ортаның тілін меңгеріп бастайды. Оның белгілі бір механизмдері бар. Тек ол адам коммуникацияға түсіп үйреніп бастау керек. Ол жай ғана мынау қара, мынау ақ деген жаттанды сөздер емес, сөйлеуге, оны ойын айтуға, коммуникацияға түсуге мүмкіндік беретіндей болу керек екен. Жалпы енді меніңше бұған тек тіл үйрену мәселесіне тек мұғалім мектеп тұрғысынан қарамау керек деп ойлаймын. Оны қоғам тұрғысынан қарау керек. Қоғам тіл үйренушілерге пікірін өзгерту керек. Қоғам тілді үйреніп келе жатқан адамдарға қолдау көрсету керек. Мысалы шетелдік адамдарға ағылшын тілін қате сөйлеп тұрсақ та, олар excellent, good деп мақтап, қанша қате сөйлеп жатса да бетімізден сүйіп сөйтіп жатады, немесе өзіміздің жанымызда жүрген жаңағы орыс ұлтының азаматтарын алайық. Біз анау жалғауларын дұрыс жалғамай шатып-бұтып орысша сөйлесек те, бізге олар ешқашан күлмейді, бірақ біздің өзіміздің қазақтардың бір жаман әдеті тіл үйреніп бастаған адамға, қате жіберген адамға бетіне басып күлу. Осы нәрсе қоғамдық құбылыс ретінде мен ойлаймын негативті әсер етеді деп. Сұхбатын шақырғаныңызға рахмет көп. Мен ойлаймын қысқа болса да біраз нәрселер қозғадық деп. Қазақстанда осы мәселе бойынша айтатын негізі азаматтар көп, осы мәселені қозғады. Рахмет. Тамаша, Ақсұлу ханым, сізге көп рахмет. Біз бүгін тіл мәселесіне, қазақ тілін оқытуға байланысты көптеген ақпараттарды алдық. Кездескенше күн жақсы.